Қалай қолымыздағы смартфон арқылы временный пропискаға тұруға болады, соны көрсететін боламын. Ол үшін бізге eGov Mobile программасын жүктеп алуымыз қажет. Және де тұрғылықты мекен-жайға временный пропискаға тұрғалы жатқан үй иесінің ЖСН-і керек. Одан кейін сол үйдің нақты мағлұмат деректері керек. Бізде eGov Mobile жүктеп алдық. eGov Mobileға кіреміз, авторизациядан өтеміз. Және мына жерде қызметтер деген бар. Қызметтер дегенді басамыз. Одан кейін жылжымайтын мүлік ТКШ деген бар. Осына басамыз. Және төменгі жағында Қазақстан Республикасы халқының тұрғылықты жері бойынша уақытша тіркеу деген бар. Осына басамыз. Мына жерде уақытша тіркеу мерзімі дегенге қанша уақыт пропискеде боласыз, соны жазасыз. Аймен көрсетесіз бұл жерде. Мен 12 ай деп жазам. Және меншік иесі емеспін дегенді таңдаймыз. Және меншік иесінің ЖСН-і дегенге инді жазамыз. Табу деп басамыз. Егер дұрыс жазылған болса, осы жерге деректер шығарады. Мінекей дұрыс. Галочка ұрамыз және таңдау дегенді басамыз. Одан кейін мекен жайы дегенге пропискаға тұрғалы жатқан үйдің нақты деректерін көрсетеміз. Түркістан облысы мендегіде. Ордабасы ауданы. Төрткүл ауыл округі. Көкарал ауылы. Бейбітшілік көшесі. Номері 1. Деректерді дұрыс жазғанымызды бір тексеріп аламыз. Одан кейін тексеру деп басамыз. Бізде таңдау деген жерге кіріп, осы бір жерді басып жібереміз. Одан кейін қол қоюға өту дейміз. Қол қоюды растаймыз. Осылай қол қойып болған соң, временный пропискаға өтінім тастаған үйіміз бар ғой. Сол кісіге біз заявка тастап қойдық уже. Енді сол меншік иесінің eGov-ына кіріп, түскен өтінімді қабылдаймыз. Ол туралы қалай қабылдау керектігін келесі видеода көрсететін боламын. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, қолдап кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.